Түбәнкамада су асты диңгізшілеріне бағышланған музей ашылды. Быйыл диңгізші су асты күймесінде қызмет етінің ұйышуына 115 жыл толды. Әлігі музей шәһәр электр транспорты предприятиясы бинасында орнашқан. Анда Түбәнкамада хабаршыбыз Альбина Валиева болып қайтты. Корабль қыңғырауы көйме макетлары Харби флоты формасы шәһәр электротранспорт предприятиесінде су асты диңгізшілеріне бағышланған музей ашылды. Бұ Рафаэль Хабибуллинның көптәнгі хыялы. Ул ғымырын диңгіз білән бәйли 69 жылда су асты көймесінде илшігін сақлай. Анда біздің экспонатлар бик көп жеді. Аны ұзақ вақытлар макетлар ясарға туры келді. Бүтінісінде өзіміздің işçiler, алтын қоллы жігітлер біз ясадылар. Экспонатларны музейға біздің ветераннар үйлерінен алып келділер. Бүгінгі күнде Түбәнкамда 350-ден артық су асты көймесінде қызмет етуші ветеран яши. Хәзір олар музейға яңа экспонатлар жию белән мәшгуль. Барсына дағын исәнлек саулық, флот сәламәтлігі, дүнияларыбыз тыныш болсын. Her vakitte dağın şulay gürleşip maturitter peşerge yazsın. Альбина Валиева, Светлана Шумкова, Рафаэль Рақипов. Яңалыклар.